Hazır сол сұраққа жауап берсеңіз, сізге сый-сияпатымыз да бар. Сүйенетін тамырыз сіздің тәңірі. Аусыз достар неше топқа бөлінеді? Аусыз достар үш топқа бөлінеді. Дұрыс. Қатаң, қиян, Жалпы қалай? Керемет, оқушылардың қабылдауы керемет, өте жақсы. Ертегілерді біліп жатыр. Көңілді үзіліс. Sakalım dursa dallar, sakal tüyünün murtajı, şarkanda dallar. Sakal tüyünün murtajı, şarkanda dallar. Biz ne үшін осылай жүрміз? Кім айтады? Қандай мереке? алдау күні. Алдау күні емес. Апталығы, иә? Сондықтан да біз осы аптада белсенділік танытуымыз керек. Қазақ тілінің сөздіктерін жаттап, шешендік сөздері жаттап, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдер, Абайдың қара сөздерін, өлеңдерін жаттап, белсенділік танытып. Егер жауап берсеңіз, сізге сыйлығымыз бар. Ал Қанекей сұраққа жауап беруге кім дайын? Бақ бере алмайсыз, сынып? Көмектеседі. Сынақ қосында кез келген біреуін таңдап ал. Таңдап ала ғой. Ішінде сұрақ бар. Ал. Мақалды жалғастыр. Білекті бірді жығады, білімді бірді жығады. Жоқ, білекті бірді жығады, білекті да, білімді адам маңды жығады. Жарайсыңдар. Ал. Таңдап ал. Бір сұрақ ал, кез келген. Біреуін ал. Беташар қашан айтылады? Беташар қай кезде айтылады? Қыздың бетін ашқанда, яғни қандай тойда? Үйлену тойда. Келін алып, келіннің бетін ашады екен, иә? Беташар жыры айтылады. Беташар қандай аспаппен болды? Алда уақытта да тағы да қазақ оқуымдарды сіздерге тағы да қонаққа келетін боламыз. Сақалымды талдармын, сақал төгіл мұқтажы. Мен алдармын, сақалымды талдармын, сақал төгіл мұқтажы. Ертегілер еліне қонаққа келіп қалдық. Кім таниды? Жаңа сіз түсінбедіңдер ғой, дәліздер. Ертегі кейіпкерлер кімдеріміз? Алдар көсен, бай, Ақшақар. ақшақар емес. Тазша баланы танисыздар ма олар? Иә. Бұл бізден қонаққа келген тазша бала. Ал тазша бала. Ал ішіне кіріп ал. Ішінде сұрақтар оқы. Қанекей ашып оқи ғой, дауыстап оқы, балалар естісін. Антоним сөздер дегенім. Антоним дегеніміз. Қанекей балалар бірнеше антонимдер айтайықшы осы орайда. Антоним. Жақсы, жаман. Керек аласа. Ақ пен қара. Антоним дегеніміз осылай мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Жақсы болатын отыра ғой. Ертегілер елінен қонаққа келіп қалдық. Кәнекей қараңдаршы, қандай кейіпкерлер келді? Танисыздар ма? Мен кіммін? Ақтан сөзі! Жақсы, бұл? Мен кіммін? Байсеке! Байеке.
Жоқ. Күнделік Тіліңде қандай тілді? Қазақ тілі апталығы, иә? Бір қол соғармен дұрыстап. Тіл туралы мақал-мәтел, жұмбақ, немесе тақпақ айта аласыздар ма? Ал келе қойып Туған тілім, бабам тілім, өз тілім. Туған тілім, туған тілім, адам тілім, өз тілім. Туған тілде сыры терең жаным бар. Туған тілде әнім менен сәнім бар. Туған тілде тіл болудан қалса кеп, жүрегімді суырып ақ алыңдар. Бірден сен. Иә, алайын. Тағы бір бала келе қойыңыз, кім келеді? Кім келсе берді. Оқиды дауыстап. Дұрыс жауап берсе, ішінде сыйлық сенікі. Дауыстап оқи ғой. Екі адам арасындағы сөз жарысы. Айтыс. Өте жақсы. Ол қандай аспаппен орындалады, айтыс? Домбыра. Домбырамен айтса дейді. Мен аудармын. Сақалды сайтанды да аудармын. Мен аудармын. Сақалды мұқта жоқ, сайтанды да аудармын. Сәлеметсіздер ме балалар? Жауабын дұрыс айтсаң, сыйлық сенікі сол. Сұрақ ішінде оқиын. Ішінде сұрақ бар. Қазақ алфавитін жасаған ғалым кім? Кім ол? Кім бар басқа білетін? Әліппені ең алғаш қазаққа жасаған. Өз жауап берді. Ахмет Байтұрсынұлы. Абай жолы романның авторы. Кім жазды? Абай жолы. Таппасақ, Мұхтар. Жарайсыңдар балалар. Міне, қазақ тілі мен әдебиетін жақсы оқыңыздар, иә? Ақын жазушылардың өлеңдерін, әңгімелерін, аңыздарын, толғауларын жаттап оқып жүріңіздер. Алдағы уақытта біз сіздерге тағы да қонаққа келеміз. Қош сау болыңыздар. Сау Дайындық кетіріңіздер. Қазақ тілі әдебиетін жақсы оқыңыздар.